Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Сіздермен бірге Мәдина Қоңырбекқызы. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға бірінші сыныптың оқушыларына арналған және бастауыш сынып мұғалімдеріне қажетті жазба жұмыс парақшасын дайындайтын онлайн қызмет көрсететін сайтпен таныстырғым келеді. Сайттың аты Niles Blog деп аталады. Видеоның соңында осы сайттың сілтемесімен бөлісетін боламын. Енді осы сайтқа кіргеннен кейін тіркеліп алсаңыздар болады электронды почтаңыз арқылы мінекей. Немесе тіркелмесеңіздер жұмыс жасауыңызға болады. Бұл парақшамен қалай жұмыс жасаймыз? Көріп отырғандарыңыздай парақшаның түрін таңдаймыз. Жұмыс парағын, мүмкін сізге көлбеу жолақтары қажет болар. Үлкен жолақ жол, жіңішке жолақ жолдар керек болса, тор көздер керек болса, мінекей осының біреуін таңдайсыз. Одан кейін қаріпкер таңдаймыз. Жазба әріптерін немесе баспа әріптерін өзіңіз таңдап аласыз. Одан кейін сызықтарын таңдаймыз, мысалға үздік сызықтармен жұмыс жасайтын, немесе ақшыл сұр, немесе қанық түсті алсаңыздар болады линиясын. Енді парақшаның түрін таңдаймыз, альбом немесе книжный деген сияқты таңдап аласыздар. Сосын мына жерге жұмыс парақшасы жоғары жағында, мысалға сіз бұны қай оқушыға арнадыңыз, оқушының аты жөнін жазсаңыз болады. Енді задание деп тұр ғой. Заданияға сіз мысалға қандай тапсырма бересіз, соны жазасыз. Бұл жерде максимум 80 символ қабылдайды. Яғни сіз мына әрбір әріптеріңізді санайсыз, бұл 80-нен асып кетсе, сіз мына жерге жаза алмай қаласыз. Мысалға мен мына жерге мына нүктелерді бастырып жаз деп жазып қойғам. Варианты заполнения. Мысалы, осы функцияларды ауыстырып отырсаңыз болады. Одан кейін текст прописи, жазатын сөздеріңіз бар ғой, соны осы жерге жазасыз. Мысалы, енді осы жұмыс парақшаңыз дайындап болғаннан кейін, генерировать страницу деп тұр ғой, осыны басасыз. Осыны басқан кезде, мінекей, мынау оқушының жұмыс парақшасы шығар. Мына аты жөні шығады, қалай жазылу керек, мына көлбеу. Мінекей, осыны нүктелерді қосып жазатын болады. Осы парақшаны сіз міндетті түрде жүктеп алуыңызға да болады, мінекей. Жүктелді. Немесе бұны шығарып алсаңыз да болады, балаға ұсынуға болады. Мінекей, осындай сайтпен жұмыс жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.